Ал Петропавлда кикбокстан облыстық дода бастау алды. 2 күнге шақталған жарыс барысында жасөспірімдер өзара мықтыны анықтайтын болады. Барлығы турнирге 90 спортшы қатысуда. Айтулы додаға Петропавл мен Алтауданның қыз-бозбалалары қатысып жатыр. Жастары 10-нан жоғары. Олар кикбокстен республикалық турнирге жолдама алу үшін өзара мықтыны анықтауда. Сейчас очень большая пропаганда идет именно в районах. Қазір облыс аудандарында кикбокс дамып жатыр. Өйткені қала және аудандарда бокстың бұл түрмен айналысуға жағдай жасалғаны. Жақсы жаттықтырушылар бар, жастардың да қызығушылығы жоғары. Бірінші болып жекпе-жекке қыздар шықты. 2 спортшы да өздеріне сенімді, оңайлықпен жеңісті берер емес. Турнирге жоғары техникалық дайындықпен келіпті. Алайда бұл жолы жеңіске Жадыра Ахмадиева жетті. Оның кикбокспен айналысып жүргеніне 2 жыл болса да, спорттың бұл түрінде талай асуларды алып үлгерген. Мен кикбоксингпен 2 жыл айналысам. Осы бой жақсы өтті. Және маған осы кикбоксинг ұнайды. 2-ші раундта жеңіске жеттім. Жарыс 24 салмақ дәрежесі бойынша өтеді. Бабы мен бабы шапқандарға сыйлықтар бар. Ал ең басты жүлде республикалық турнирге жолдама болмақ. Тоқтар Ғалым, Наталья Итова, Азамат Жантурин, ақпарат.